жерде сіздерге суреттер берілген. Осы суреттерде суреттің атын айтасыңдар және осы бас әрпін айтатын боласыңдар. Бірінші. Оқу мақсатымыз балалар тыңдалым материалына қатысты өз ойын білдіру, сөйлемді бас әріптен бастап жазып, соңында тиісті тығыз белгіні қою. Ал енді сөйлем дегеніміз не? Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Балалар мектепке келді. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылып, соңында не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады. Сөйлемде және нүкте, үтір, леп белгісі және сызықша бұлар балалар тыныс белгілері. Кәне сөйлем дегеніміз не екен? Сәуір айындағы дәрек сөз құндылығымыз қандай? Яғни балалар білікті біліп, жаңа кәсіп етер білімнің дәмін табып, өсіп өнерген. Яғни біздің тақырыбымызда кәсіби еңбекке байланысты. Дастарханға қалай келді тыңдаймыз. Егістік алқабына жібереміз. Ол көктемде бидай егетін алқапты жыртатын құрылғысымен жерін жыртып, дән себуге дайындайды екен. Содан соң оның кірмалайтын бөлімі, ол жерді кірмалап, баптап, дәнін себеміз. Және орып шығады. Ол бидайды барлығын орып, бидайды жинап, оны диірменге апарады. Диірменде ол бидайлардан наубайханаға апарып, ұнға тіл, жұмыртқа, ашытқыш, тұз, түрлі нан дайындайды екен. Тыңдаймыз. Еңбекпен табылады. Аймен орып алады, сосын диірменге апарады. Олдан қапшы ондарды теріп алады. Содан соң машинамен қабылдау орындарына жеткізеді. Сосын наубайханаға апарады. Сосын наубайханадағы пешке салып түрген нан пісіреді. Бұның бар болға адамдардың еңбегі. Жарайсың. Тамаша. Енді жаз бойы күтіп баптайды. Содан соң оны бидай шығады. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң оны диірменге апарады. Қапшық ондарды наубайханаға апарады. Неше түрлі нан пісіреді. Жарайсың, тамаша, сен талаптысың. Оны жаз бойы күтіп баптайды. Машинамен қабылдау орындарына жеткізеді. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Мұның бәрі адамдардың еңбегі. Тамаша, сен үлгі аларлық оқушысың. Баптайды. Жарайсың, бүгін саған ризамын. Баптайды дегеннен кейін бастаймыз. Баптайды. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң машинамен қабылдау орындарына жеткізеді. Жарайсың. Кәне? Нан пісіреді. Мұның бәрі адамдардың еңбегі. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Жақсы, маған сенің ойың ұнайды, балалар. Тәтті бауырсақ әдісін ойнаймыз. Яғни сұрақтарға жауап бересіңдер. Бұл жерде балалар біздің ұлттық тағамымыз бауырсақ және қыз. Қызға не жинап беруіміз керек? Бауырсақ. Қазір менің қолыма кімнің сиқырлы таяқша әдісі, кімнің аты шығады, сол сұрақтарға жауап береді. Түсінікті ме балалар? Иә. Әмір, тез жылдам шығамыз.
Оқисың, атын айтасың. Мәтін қалай аталады, мынаны қадірлеймін. Жарайсың. Енді қыздың ауыздан жинаймыз. Мереке. Мынаны қалай аталады, еңбекте. Аха, жақсы. Анел. Анел келеді. Аха. Жиһанда көктемде шіркеу пресібет тұқым. Аха, жақсы. Күзде амыртықтай Орады. Комбайнмен. Комбайн. Ой. Жарайсың. Енді. Әртін еліктен нанды қадірлейік деп аталады. Аталған. Яғни? Себебі нан адамдардың еңбегі. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Тамаша. Қатты айту керек. Белгілер қойылады. Нүкте. Ал енді балалар, сізге қараса, тамаша. Енді қараймыз. Мына жерде балалар шекер бірінші еңбекпен нан табылады. Неше сөз бар? Оны сондықтан қадірлеуіміз керек. Енді әр сөйлем қандай әріппен бастап жазылады? Мас әріппен. Және соңында қандай белгі қойылады? Нүкте белгісі қойылады. Қазір ал. Бекпен тағылады. Жарайды. Үш сөз. Тамаша. Екінші. Оқы. Неше сөз? Жарайсың. Ал балалар дәптеріңізге. Жаз болғаннан кейін болдым деп айтасыңдар. Иә? Ал енді. Ол жаз. Ал. Айтамыз. Тыныш болдық. Тамаша. Бәрі осылай болма. Тыңдаймыз балалар. Тыңдаймыз. Бұл жерде әріп берілген. Жарайсыңдар. Енді. Екінші. Сөз құрап, сөйлем құрап. Дұрыс. Мен орманда. Ал енді топтық жұмыс. Топтық жұмыста қазір мен сіздерге қарлығаштың тапсырмасы және құмырсқаның тапсырмасы бар, иә? Үш топқа бөліп беремін. Одан соң құмырсқа тапсырмасы беріледі. Ол жерде топтар бірігіп, топтасып, бір-біріңізді құрметтеп, сыйлап, тыңдап жұмыс жасайсыңдар, иә? Бірінші топ өндіргіші, одан кейін қарлығаш тапсырмасы, құмырсқаның тапсырмасы. Болдық, біз болдық. Тамаша, жарайсыңдар. Торғайларға тыстау керек. Дұрыс, жарайсыңдар. Көктем мезгілінде трактормен жүргізеді, одан егін өнімі шығады. Онда жаз бойы күтіп баптайды. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң диірменге апарады. Диірменнен кейін наубайханаға апарады. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, сіздерде
Құранды қадірлейік. Нар еметтен табылады. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Ода бегініп шығады, оны жаз бойы күтіп баптайды. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң машинамен қабылдау орындарына жеткізеді. Бидайдан ұн тартады, онан неше түрін пісіреді. Ondan қамыр ерейді. Ondan неше түрлі нан пісіреді. Жарайсың. Ал енді сен кереметсің, сен сабақта белсене қатыстың, сен данышпансың, сен өте қабілеттісің, сен өте тапқырсың деп, сен талпын, маған ұнайсың, тамаша жұмыс жасадың, ақылдым сол, ерекше жауап бердің, мен сені мақтан тұтадым сол. Қара, тырысып едің, жасадың. Сен жарық жұлдызсың. Және осы бағытта жалғастыра бер. Яғни балалар. Тыңдаймыз. Балалар. Нанды сөйледі басар. Қаншама еңбекпен келетін үйрендіңдер, енді алдар сені тамақтандыр әдісі. Яғни балалар, сұрақтарға жауап береміз. Не білдік? Алдар сені тамақтандыр әдісі, сендер сұрақтарға жауап береміз. Ал енді абаймен шықпағандар. Нан туралы қандай тақпақ білесің? Нан болсынша әдеде бере кесін беретін, нан бар жерде әлі бар, қуаныштың кейін. Және кімде тақпақ болса? Нан құлқынан шашпандар, жерде жатса баспандар, теріп алып, қастеріп, тұрғай орға тастандар. Жарайсың. Келе ғой. Ей балалар, болмайды сының қатар, мөрін алтыннан қалы, бар қасиетінен да бар. Тамаша. Сәні бар, нанда адамның еңбегімен ары бар. Нан өмірдің анасы арқауы, нансыз жерде қай өмірдің сәні бар. Жақсы. Аса дасын нанымыздан емірге көгер азық алып жаным. Жарайсың. Қазір бәрін мен деп шыға бермейді. Енді. Балшақ келінен сөйлем құрақ. Мен балшақ бітірді. Жақсы. Енді. Астарханға қалай келгелі. Еңбекпен бауырсақ салау. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-біріне бөлек жатылады. Балалар мектепке келді. Тамаша. Одан кейінісіне. Кел. Нан туралы қандай мақал білесің? Айталым. Мен астығын жинаймын, елге астығын сыйлаймын. Жарайсың. Тамаша. Және Нанды кемітеді, ашық жерді шіртеді. тамаша кемірек. Отырсың. Адамнан үлкен ашық, наннан үлкен ашық. Ал енді жарайсыңдар балалар бәрі. Лицея апамның құттары. Егер балалар түсінген болсаңдар жасыл түсті басасыңдар. Сұрақтарың болса сары түсті, түсінбеген болсаңдар қызыл түсті. Жайлар келіп кәне өздерінің пікірлерді айтып басыңдар. Айтамыз. Маған тоқтық ұнады. Жақсы. Маған өзіндік жұмыс ұнады. Маған тоқтық жұмыс Бүгінгі сабақта сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсіндіру үшін барлығын жасыл түсті бастыңдар, жасыл түстегі апаның құттары көп болды. Яғни сабаққа қатысқандарына рахмет, жақсы сау болыңдар.